Қазір мен сіздерге біз зерттеген гекконды көрсетем. Оның қалай ұсталып тұрғанына назар салыңыздар. Ал қазір сіздерді тексерім келіп тұр. Бір видео көрсетем. Ол жерде геккондардың бірі горизонталь жүрмен, ал екіншісі қабырғамен жоғары жүгіретін болады. Қайсысы қалай екенін тауып көріңдер. Олар секундына 1 метр жылдамдықпен жүгіреді. Сол жақтағысы қабырғамен жүгіріп келе жатыр деп қайсысын ойлайсыңдар? Ажырату қиын, е? Бұл таңғалдырады. Біз бұл сұрақты студенттерге де қойғанбыз. Олар да жауап бере алмады. Геккон қабырғамен секундына метр жылдамдықпен жүгіріп келеді. Секундына 15 қадам. Бірақ ол жермен жүгіріп келе жатқан сияқты болып көрінеді. Қалай ғана қолынан келеді? Бұл керемет. Оң жағындағысы төбешке шығып келеді. Олар бұны қалай жасайды? Олардың саусақтары ғажап түзіліс. Саусақтар ішке қарай бүгіліп, кейін жер бетімен жабысқақ лента сияқты ұстасады. Біз жабысқақ лентаны алып оны қабырғаға жабыстырып кері алатын болса, геккондар өз саусақтарымен дәл осылай жасайды. Бұл керемет. Біз iRobot компаниясымен бірігіп механикалық геккондарды жасап шығарудамыз. Бұл аяқтары бар үлгі, бұл трактор үлгісі және мынау бульдозер үлгісі. Геккондардың қалай қозғалатын мұна видеодан көрейік. Кейін роботтар жайлы қысқаша видео көреміз. Міне вертикальды жазықпен геккон жүгіріп барады. Міне тағы да жазбан жай көрсету керек сияқты ғой деймін. Жай камера бұл жерге жарамайды. Бізді қызықтыратын нәрсені көру үшін секундына 1000 кадр түсіру керек. Міне осындай кадрмен түсірілген видео. Оның арқасына қараңыздаршы. Арқасы қаншалықты бүгілетін көрдіңіздер ме? Біз оның қалайша мүмкін екенін түсінбейміз. Бұл әлі жұмбақ болып қалуда. Біз оның механизмін білмейміз. Егерде Бреклиге барғысы келетін ұл-қыздарыңыз болса, менің зертханама жіберіңіздер. Бірігіп шешімін табарымыз. Жарайды, олар маған Бреклиді мына нәрсе үшін керек. Геккондарға арналған жаттығу құрылғысы. Бұл түссіз қозғалмалы матасы бар түссіз жаттығу құрылғысы. Осылайша біз жануардың табанын көріп, олардың қалай қозғалатын бақылау үшін видеоға түсіре аламыз. Міне ол вертикальды жолмен жүгіріп келеді. Оның аяғына қараңыздар. Саусақтарына қараңыздар, не істеп жатқан көріп тұрсыздар ма? Алдымен ол саусақтарын жазып, кейін оларды бүгіп алады. Ол мұны 14 миллисекунд ішінде істейді. Керемет емес пе? Ал бұл геккондарды бақылай отырып жасаған iRobot компаниясының Mexa Gecko роботтары. Жануардың саусақтарын қалай алатынын қараңыздаршы. Ал Mexa Gecko'да ол бұлай жұмыс істейді. Робот қысымға сезімтал жабысқақ материалды қолданады. Роботта гекконда бірдей қимыл істеп жатыр. Олар тік тұрған түзу жазықтықпен шығып келеді. Қабырғадан төбеге бара жатыр. Көрдіңіздер ме? Ал мынау бульдозер үлгісі. Онда қысымға сезімтал жабысқақ материал қолданбаған. Айтпақшы, оны жануарларда қолданбайды. Қазіргі уақытта істей алғанымыз міне осы ғана. Жануарлар тік жазықтыққа қалай шығады? Мәселе олардың саусақтарында құрылғыда. Дұрыстап қарасаңыз, саусақтарында кішкентай жапырақшаларда көре аласыз. Егер суретті үлкейтсек, онда осы жапырақшалардың бетіндегі жұқа жылғаларды көресіз. Суретті тағы 270 есе үлкейтсек, бұның бәрі кілемшеге ұқсайтыны көрінеді. Тағы 900 есе үлкейтсек, өте жұқа микротүктерді көруге болады. Көрдіңіздер ме? Оны дұрыстап қарасаңыз, бұл түктерде де жылғалардың бар екенін көресіз. Ал тағы 30 000 есеге үлкейтсек, әрбір түктің ұшы 2-ге бөлінгенін көреміз. Оны да үлкейтсек, ұшының бұдан да ұсақ құрылымын көреміз. Түктің ең ұсақ тармағы күрекше тәрізді. Және қарапайым гекконда бұндай миллиард бөлінді нано ұштар бар. Олар оған жазықтықпен жақсы түйісуін қамтамасыз етеді. Сіздің шашыңыздың диаметрін алса, гекконда оның 2 миллионы бар және әрқайсының 100 000 бөлінген ұшы бар. Енді жазықтықпен ұстасу үшін елестетіп көріңіздер. Стэнфордта тағы бір топпен жұмыс істеуге бізге мүмкіндік туды. Олар әрбір түктің күшін өлшеуге мүмкіндік беретін арнайы басқарылатын сенсор құрған. Мына ұштары бөлінген түк сияқты. Оның күші өте ауқымды болып шықты. Осындай шамадағы бір түк байлам, яғни гекконның аяғы кішкентай баланы оңай ұстай алады. Бұл шамамен 20 килограммдай. Бұл қалай сонда? Қалай екенін біз жақын арада білдік. Үйкеліс күші деп ойлайсыз ба? Жоқ. Жоқ. Бұл жағдайда үйкеліс күші тәмәлсіз. Электростатика ма? Жоқ, қуатын өзгертуге болады, алайда жазықтықпен ұстасу ешқайда кетпейді. Мүмкін олар жабысқақ ілгектер сияқты жабысатын шығар.
Киім мен аяқ киімдердегі сияқты. Тағы да жоқ. Геккон тіпті молекулярлық тегіс жазықтықпен де жүгіреді. Мүмкін аяқтары сорғыш сияқты шығар. Солай ма? Жоқ, олар қабырғамен де вакуумда да жүгіре алады. Гидростатика ма әлде капиллярлық күш пе? Жоқ, геккондарда ешқандай да желім жоқ, олар судың ішінде де жақсы жабысады. Олардың аяқтарын суға салсаңыздар да жақсы өрмелеп шығады. Бұл қалай сонда? Сенесіз бе, сенбейсіз бе, өз еркіңіз, бірақ олар молекула аралық әрекеттесу күшінің арқасында, яғни Ван дер Вааль күшінің арқасында өрмелейді. Естеріңде болса, бұны сіздер кезінде химия сабағында өткенсіздер. Бір-біріне жақын орналасқан екі атом бар. Айналасында электрондар айналады. Геккондардың тік қабырғамен өрмелеу үшін осы тартылыс күші де жеткілікті. Біз Nike'ке де көрсеттік. Бұл жаңалықтардың қайда апаратынын көрерміз. Ашқан жаңалығымызға қатты қуандық. Біз микроәлемде барлығы таратылып, жабысатынын түсіндік және гравитация енді ешқандай рөл атқармайды. Енді біз құмырсқаларды қарап, олардың аяқтарын зерттеуіміз керек. Берклидегі тағы бір әріптестерім аяқтары бар 6 мм силиконды роботты жасап шығарыпты. Бірақ ол малтығы дұрыс қозғала алмайды. Бірақ құмырсқалар қозғалады ғой. Бізде мұның шешімін табамыз. Ол қалайда болсын жақсы қозғалатын болады. Елестетіп көріңдер, айналада жүгіріп жүрген 6 мм роботтардың үйіндісі. Бұның неге келіп соғарын біліп отырған шығарсыздар. Интернеттің көзі мен құлағы бар. Айтайын деген веб-камералар және тағы да басқа сияқты. Және келешекте олардың аяқ-қолдары пайда болады. Сіздер осы сияқты роботтардың көмегімен бағдарламаланатын мәселелерді шеше аласыздар. Осылайша сіз қай жерде болсын жүгіріп, ұшып және жүзе аласыздар. Біз Дэвид Келли мен оның балық сияқты зерттеулерді бақылап отырамыз. Осыдан шыққан қорытындыны түсінген шығарсыздар. Егер түсінбесеңіздер, онда былай. Табиғатты зерттеуден басқа роботтарды құтқару операцияларында, минасыздандыру жұмыстарында, медицинада және басқа салаларда пайдалануға болады. Егер осының бәріне қол жеткізгіміз келсе, онда табиғат жаратқан нәрселерді сақтауымыз керек. Әйтпесе оның құпиясын мәңгілікке жоғалтып аламыз. Рахмет.